Нағыз дос ол сен туралы ойлағанның бәрін жүзіңе айтып, сенің керемет адам екеніңді айтатын адам. Тыныштық көп бәледен қалған, әңгіме әрқашан зиянды, адамның тілі кішкентай қанша өмірді сындырды. Көп сөйлеген адамға сенбе, сөзінде ойым бар, үнсіз әдемі істер жасайтын адамға сеніңіз. Осы сәтте бақытты бол, бұл сенің өмірің. Сіз жалғыз емес екеніңізді ұмытпаңыз, қиын сәттерде Құдай сіздің жаныңызда. Басқаның санасы бәрінен жоғары деп қарамаңыз, сөзінде тұрды ма соны қараңыз, сөзін жерге лақтырмаса, өзіңіз түсінгендей оған баға жоқ. Адамдар сіз туралы өсек айтса, бұл сіздің өзіңізге ғана емес, басқаларға да жеткілікті екенін білдіреді. Ешқашан ешкімге ештеңе түсіндірудің қажет жоқ. Тыңдағысы келмейтін адам естімейді және сенбейді, ал сенетін және түсінетін адам түсіндіруге мұқтаж емес. Өмірдің ащы күндерін де бағала, өйткені олар да мәңгілікке кетеді. Уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Өз қызыңа сұлусың деме, қос иығына шайтан мінеді, сүйенішім де бойына иман бітеді. Адамдар шынайы жүздерін қалаған нәрсесін сізден ала алмаған кезде ғана көрсетеді. Ешкімге өзіңнің жоспарларың жайлы айтпа, нәтижесін ғана көрсет. Барлығы сені тізерлеп жылайды деп ойлаған жерде күлімде, адамдарға ешқашан әлсіз тұсыңды көрсетпе. Сен айттың, мен сендім, сен тағы айттың, мен күдіктендім. Адамды екі нәрсе қатты өзгерте алады. Бірі өмірінде жаңа адам пайда болса, екіншісі өмірінен бір адам кетсе. Құрметті тыңдарман, қазақ тілді YouTube арнасының әлемдік деңгейде дамуына атсалысып, өз үлесіңізді қосып, тіркеліп кетіңіз.